Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен миксерсіз өте жылдам дайын болатын, әрі өте нәзік болып шығатын торт дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Видеоның соңына дейін тамашалаңыз. Қайнатылған сүтке 2 жұмыртқаны қосып, араластырып аламыз. Кейін оған 100 грамм ерітілген сары майымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Енді осы массамызға құрғақ ингредиенттерді қосып араластырамыз, яғни ұн, 2 ас қасық жүгері крахмалы және де 1 шай қасық қопсытқыш. Міне осылай бар болғаны 7-10 минут аралығында біздің бисквитіміз дайын болады. Дайын болған қоймалжың массаны қалыпқа салып, қызып тұрған пеште 20-25 минут аралығында пісіріп аламыз. Піскендігін міндетті түрде тексеріп көріңіз. Бисквит пісем дегенше тез арада крем дайындап үлгереміз. Ол үшін 20% қаймаққа қайнатылған, қойылатылған сүтті қосып араластырып аламыз. Сонымен біздің креміміз дайын. Піскен бисквитімізді әбден суытып алып, 3 бөлікке бөлеміз. Мен 3 бөлікке бөліп алдым, және де әр қайсысын осылай сүтпен пропитка жасап шығамыз. Және де әрбір коржыға крем жағып, тортымызды жинаймыз. Достар, егер видеоны қарап отырған болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп, шетіндегі қоңыраушаны басып қойыңыз. Сонымен қатар өзіңіздің де осындай оңай әрі жылдам дайын болатын рецептеріңіз болса, міндетті түрде комментарийға жазып қалдырыңыз, ойыңызбен бөлісе отырыңыз. Міне достар, бар болғаны 40 минуттың ішінде мен тортты пісіріп, әрі оны жинап үлгердім. Жан-жағын, бетін өзіңіз қалауыңызша әрлесеңіз болады. Мен қарапайым кожадан артылған қатты бөліктерді уатып, торттың жан-жағына сеуіп шықтым, және де беткі бөлігіне жаңғақтарды қойып шықтым. Міне осымен біздің миксерсіз ең жылдам жасалатын тортымыз дайын болды. Қонақтарыңызға бірден кесіп ұсына берсеңіз болады. Бұл тортты 8 сағат немесе түнімен холодильникке салып, ұстап қажет емес. Бірден кесіп жей берсеңіз өте нәзік әрі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіз, сізге ұнайды деген сенімдемін. Келесі кездескенше.